Армысыздар, құрметті оқырман қауым. Кезекті сирек және құнды кітаптар қорында сақталған миниатюралық форматта 1977 жылы Жалын баспасынан жарық көрген Мұхтар Әуезовтің «Жастарға айтар бірер сөз» кітабын назарларыңызға ұсынамыз. Қазаққа әйгілі Абай жолы романын әкелген, заманының заңғар жазушысына айналған қазақ прозасының классигі Мұхтар Әуезов көптеген еңбектің авторы екені белгілі. Алдарыңызда ұсынылып отырған «Жастарға айтар бірер сөз» кітабының мазмұнына тоқтала кететін болсақ, небәрі 35 беттен тұратын бұл туындыда әдебиет майталмандарының шығармашылығы туралы айтылып қана қоймай, тұжырымды ойлар мен дара жолға бастайтын дана жазушының шығармашылық туралы пікірлері топтастырылған. Туындыда Әбділда Тәжібаев пен Қасым Аманжоловтан бастап Қадыр Мырзалиев пен Тұманбай Молдағалиев шығармашылығы аралығын қамтитын қазақ поэзиясы жайлы әдебиетке мәдениетті ақындар келе бастады деп жазса, Орта Азия әдебиетінен қырғыз, өзбек, тәжік, түркімен, Дағыстан және Әзірбайжан ақындарының, оның ішінде жас буын өкілдерінің шығармашылығы туралы кеңінен жазылады. Құрметті оқырман қауым, сіздерді Мұхтар Әуезов шығармашылығы қызықтыратын болса, кітапханамыздың есігі сіздер үшін әрдайым ашық. Сіздермен бірге болған кітапхананың негізгі қорларды сақтау бөлімінің кітапханашысы мен Еркебұлан Елеусізұлы. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.